Достар, сабағымызды жалғастыра берейік. Біздер 15-ші сұраққа келдік. 15-ші сұрақ географиялық есеп екен. Есептің негізгі берілгені Өскемен қаласында буланушылық мөлшері бізде 600 мм, жылдық орташа жауын-шашын мөлшері, жауын-шашын мөлшері 536 мм болса, ылғалдану коэффициентін табыңыз. Ылғалдану коэффициенті дегеніміз не үшін керек? Ылғалдану коэффициенті, яғни осы Өскемен қаласында жергілікті жер қатты құрғақ па, немесе құрғақ емес пе? Яғни ылғалды жер ме, ылғалды жер емес пе деген сұрақтарға негізгі жауап беретін дүние. Енді жалпы формуласы бар. Формуласы оңай. Ылғалдану коэффициенті тең болады жауын-шашын бөлінген булану мөлшері. Есептің берілгені бойынша бізде жауын-шашын мөлшері бізде 536, ал буланушылық мөлшері бізде 600. Есеп, енді калькулятор салып есептеп көрейік. 536-ны бөлеміз 600-ге. Тең болады 0,89-333. Бізде дұрыс жауап демек А варианты болады екен, Жақсы, есептің берілгені өте оңай. Мынау тұрақты формула, мынаны жаттап алу керек болады сіздерге.